Егер де сен бұл көлікті әлі өзіңше менсінбей жүрсең, онда ренжіме, сен әлі автокөліктер жайлы ештеңе түсінбейсің. Өзбек ағайындардың мақтадан кейінгі бізге берген үлкен сыйлығы Chevrolet Cobalt. Cobalt 2021 бірден шолуымыздың басында адамның нервісіне тиетін минустар жайлы бірден айтып кетейік. Бұл көлікті салоннан сатып алғаннан кейін сен қайтадан өзің жинайсың. Бір түсінбейтіні, бұл көлікті жинап жатқан кезде өзбек ағайындар судың датчигіне, багажниктің кнопкасы, ортада подлокотникқа келген кезде әбетке шығып кеткен ба? Қаяқтан ішінде кішкентай мелочь нәрселер, бірақ адамның қатты нервісіне тиеді. Мынандай дәу фар салып қойғанда, бірақ ближниймен келатып, дальний жаққан кезде ближний қайтадан сол әбетіне шығып кетеді. Жібересің, әбеттен келеді. Тұрады, сосын сығырайып, жанып, нервыңа тиіп. Өзбек ағайындардың логикасын түсінбеймін де. Сонда бұл көліктің багажнигін ашу үшін көлікті өшіреміз, кілт суырамыз, сосын барып мына кілттегі екі кнопканы басамыз, сосын барып ашылады багажник. Іштен бір кнопканы бүйтіп басса, ашылатынға істеуге болады негізі. Шын айтамын. Бар ондай машиналар. Естесіне жаңағы айтып тұрған минустардың орнын жабатын бұл көлікте плюстар көп. Жаңағы судың датчигі, багажниктің кнопкасы, пультке бірден автозавод қою. Ары кетсе 10-15 мың теңгемен бітеді. Рахат. Айта берсе көп плюстары бұл көліктің. Мына жаңа айтып тұрған фардың өзі, мынаның новойының өзі 30 мың теңге ғана тұрады. Ішінен бірден жаңа лампочкаларыңызды нелерді ауыстырып жібересіздер. Мотордың майын ауыстыру ары кетсе 15 мың теңге болады. 10 мың теңгемен де ауыстыруға болады, бірақ жақсы май құям десеңіздер 15 мың теңгеге барады. Ходовкасы ары кетсе бір 30-35 мың теңгенің шаруасымен бітеді. Никельдер қою, артына порогтың никельдері, ішіне подлокотник, артқа багажникке никель, барлығы сол 3-4-5 мың теңгенің арасында біте береді. Бұл көлікте 150 мың теңгеге обезшумкасы, жаңағы айтып отқан судың датчик, багажниктің датчигі, автозавод, жаңағы никельдер, порогқа, багажникке барлығы бітеді 150 мың теңгемен. Мотор коробкасы жайлы айтатын болса, коробкасы әлемдік рекордқа кірген сенімді трансмиссия. Енді бұның моторын білесіздер. 1.5, 400 мың, 500 мың, 600 мың жетіп сақанда моторлар бар. Оған куә осы Қызылорда қаласының патрульный көліктері әлі жүр ғой бұл Cobalt-пен. Тағы айтып кететін бір қызықты информация, бұның моторы кәдімгі пакет күйінше 450 мың теңге тұрады. Ойлашы, 0 пробегпен. Ләқіп тастадың, 450 мыңға салдың, дәлші кеттің ғой, короче ше. Мына көліктің енді астының клиренсін қарасаңыздар ше. Мына табалдырықта жатқан әжені баспай, аккуратно өтіп кетесің ғой. Көліктің бағасын бірден осы видеода айта кетейін. 5 миллион жігіттер саудасы бар, әрине. Келіп көрем десеңіздер, Мұстафа Шоқай 76 адресінде несиенің барлық түрі, алғашқы жарнасыз, рассрочка барлығына береміз. Айтпақшы, бұрын черный списокте болып шықсаңыздар да келе беріңіздер. Басты сіздің ниетіңіз дұрыс болса болды, қалған жігіттер өздері реттейді.